Харистердің мысалы жаңағы дарамалары күллі ғұмырыңды сорып жатыр ғой. Ал не алдың сен? Біреудің жылағанын, сол харистерден жылауды үйренейін деп пе ең? Не ашайын деп тұр олар сізге, айтыңыз? Не берейін деп тұр? Ақыретіңізге ештеңе бере алмайды. Мұхаммед пайғамбармен арада еш нәрсені жасап бере алмайды. Анау түріктің сериалдары мысалы бұрынғы европалық кезеңдерден әлі келе жатқан. Таза Европаның саясаты, мұсылмандықтың исі деп жоғалып кеткен жерлер бар. Бір тарихи киноларын айтпағанда өзіңіз ойлаңыз. Машалла дейді да, құлық сұмдықтарын тағы басқа нәрселерін үйрете береді. Сонда өзіңіз ойлаңыз, соның барлығы сіздің уақытыңызды жеуге, сіздің ақшаңызды, уақытыңызды, көзіңізді тоздырып, сезімдеріңізді өтірік бір қияли оқиғаларға пайдаланып, жылатып, ойлаңыз, Құран сізді өйтіп жылатып көрмеген. Артық араласу дейді бұны. Пайдасыз, заяға кеткен араласулар. Енді сіз өте қымбат жаратылыс болғаннан кейін Алланың алдында ойлаңыз, періштелер сәжде жасаған сізге. Телесериал көру үшін жасады ма олар сәждені? Дарьяның киноларында тоздыру үшін жасады ма періштелер сәждені?